Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен бірге бүгінгі сабақта өте күшті қызық тақырып пептидтер жайлы білім алатын боламыз. Сіздермен бірге Нұрсұлтан ағайларың. Ал ендеше кеттік, сабағымызды бастайық. Пептидтер дегеніміз ол бізде бұл құрамында 2-ден 10-ға дейін амин қышқылдан қалыптарынан тұратын пептидтік байланыспен байланысқан деп миды ашпай ақ қойыңдаршы. Просто оңай жаттау жолы мынандай. Мысалы бізде қол. Қол үлкен бүкітші. 4 саусақ. Примерно мынау қол. Мынау менің қол. Мынау қолда бізде 5 саусақ бар. Мынандай ғой. Мынау екі саусақ, мына екі саусақтың ортасында қанша байланыс бар? Немесе екі саусақтың ортасында не бар деген сияқты. Мысалы, екі саусақтың ортасында бір ғана не сияқты, дұрыс па? Бір ғана байланыс бар. Сондықтан осы екі байланыс болса дипептид. Ал үш қолды біріктіретін болсам трипептид. 4 қолды біріктіретін болсам тетрапептид деген сияқты ғой. Яғни екі саусақ қоссам дипептид, 3 саусақ қоссам три, 4 саусақ тетрапептид. Бірақ дәл осы екі саусақтың ортасында түзілген байланыс пептидтік байланыс, мына екеуінің арасында тоже пептидтік байланыс, мына екеуінің арасында тоже пептидтік байланыс. Мысалы мен дәл осы екі саусағын қосатын болсам бір пептидтік байланыс, ал мына 3 саусағын қосатын болсам арасында 2 пептидтік байланыс. Ал жалпы 4 саусағын қосатын болсам арасында вообще 3 пептидтік байланыс. Міне біреу, екеу и 3 пептидтік байланыс. Дұрыс па? Осы айтасыңдар. Пептид деген андай ғой, амин қышқылдарының қосындысы. 2 амин қышқыл қосса дипептид, 3 амин қышқылын қоссаң трипептид деп айта бересіңдер. Бірақ арасында байланыс, пептидтік байланыс оған қарамайды. Хорошо? Мына қазір пептидтің түсіндіріп өтейін. Қарайық. Мысалы бізде пептидтің түсіндіретін болсам, лизин, аспарагин қышқылы және цистеин бар. Осы лизин, аспарагин қышқылы, цистеинді алып түсіндірейін. Бізде естерінде болсын, сендер айтатын маңызды жайт бар. Бізде пептидтің түзілуі кезінде мынау екі ұшы болады. Мынау бізде N ұшы, міне N ұшы. И мынау бізде C ұшы, S ұшы. Осы екі ұшынан вообще сендер тиіспейсіңдер. Мынау N ұшы мен мына S ұшынан вообще тиіспейсіңдер. Мына екі ұшына тиіспейсіңдер де қалған ортадан бәрін былықпайын шығып әрекеттестіресіңдер ғой, короче. Мынандай. Қараңдар. Мысалы мынау лизиннің формуласы, мына аспарагин қышқылының формуласы, и мына цистеин формуласы. Мен үшеуінің формуласын жаздым. Үшеуінің формуласын жазамыз да мынандай болады. Мынау лизиннің карбоксил тобынан OH кетеді, и мына аспарагин қышқылынан NH тобынан яғни бір сутек кетеді. Сөйтіп бізде бір су шығады. Көрдіңдер ме? Сосын бір су шығарамын, и аспарагин қышқылының карбоксил тобынан OH кетеді, и цистеиннің амино тобынан сутек кетеді. Сөйтіп екі су шығады. Бір су, екі су. Мен екі H2O деп жазамыз. Көрдік па? Сондықтан мына басында N ұшы мен мына S ұшына тиіспедім. Көрдіңдер ме? Сол тиіспеймізді ортадан байланыстырамыз. Қарайық. NH2 өзін жаздым. SH, міне SO, и мұны NH пен міне байланыстырып жүрдім. Көрдіңдер ме? Мына ортада кетіп қалды. SO мен NH2 байланыстырдым. Көрдіңдер ме? Сосын мына жерде то же самое. Мына жақта SO и NH екеуін байланыстырдым. SOH. Мынасына радикал, өзінің радикал күйінде тұр. Оған мен ешқандай тиіспеймін де. Керек те емес маған. Көрдік па? Осы бізде трипептид түзілді. Трипептидтің атын жазған кезде былай айтасыңдар. Лиз, міне, бастапқы амин қышқылдарындағы соңғы жұрнақтар бізде ин жұрнағы ил деген жұрнаққа ауысады. Көрдік па? Ин деген жұрнақ ил деген жұрнаққа ауысады да, соңғы орында тұрған амин қышқылы өзінің атауын өзгертпейді. Мысалы, лизин еді, лиз-ил болды. Лиз-ил. Аспарагин қышқылы негізі аспартин деп атайды, немесе оны аспартил деп жаздық. Цистеин болса цистеин. Көрдіңдер ме? Ил деген жұрнаққа ауысады бастапқы амин қышқылдарының соңғы жұрнағы, ал соңғы амин қышқылының бізде өзінің жұрнағын ауыстырмай, просто ин күйінде қала береді. Көрдіңдер ме? Осы бізде пептидтің түзілуі осылай жүреді екен. Сендерге түсінікті болу үшін бүйтейін.
Так. Бетейін қаз. Так, бетейік. Бір мысал, бір пептид сендерге жазып түсіндіріп берейін. Любой бір мысал алайын. Мысал, сендердің формула бойынша серинді алайын. Так. Міне серин формуласы осы. NH2 CH2H. Қыздар жігіттер, бетейінші. Сендерге формула жазған кезде өте ыңғайлы болу үшін мына формуланы пайдаланамыз. Қарайық. Жалпы бізде пептидтің формуласын жазған кезде мына формуланы пайдаланасыздар. NH2 CH2OH и мына астында радикалмен байланысқан. Мұны бізде алтын заңдылық. Осы формуласын салып шығара бересіңдер. Мысалы, серин формуласын жазған кезде былай жазыңдар. Мысалы, NH2 CH2OH и CH2 и OH. Мына бізде серин и оған мысалы мен фенилаланин қосайын. Фенилаланин формуласын қарап аларсыңдар. Мен просто оны жаттап алам, просто түк жазып кете бересің. Бүйтеміз. CH2 и оған бізде бензол сақинасы келіп байланысады. Сәл қисық болып қалды, оған мән бермейміз. Хорошо? Мына бізде бензол сақинасы. Мен серинмен и фенилаланинді қосамын. Сендерге түсінікті болу үшін просто өзім живой мысалмен жазып беріп жатырмын. Жазамыз. Жазған кезде былай не шығады? Сендерге түсінікті болу үшін мынандай қарайық. Мынау мына жақтан OH кетеді. Мынау NH2 құрамына бір сутек кетеді. Көрдіңдер ма? Мына жақтан бір сутек кетеді. Мен жаңа басын айтпаппын ғой. Мынау N ұшы, мынау N ұшы. Ал мынау бізде С ұшы. Көрдіңдер ма? Мен дәл осы N ұшы мен С ұшына мен вообще тиіспеймін. Только мынау қалған бөліктермен жұмыс істеймін. Мына жақтан менде екі мына бір саусақ, мына екінші саусақ деп елестетіңдер. Екі саусақтан мен бір ғана су шығады ортада, дұрыс па? И так, H2O дейін. Так, H2O. Сосын шыққан өнім жазайын. Плюс шыққан өнім міне NH2 өзінің орнында тұр, міне NH2. Сосын CH өзінің күйінде CH жаздым. И мынау CO, міне COH еді, оттек кетіп қалды, міне CO. Көрдіңдер ма? И мынау NH2 еді, бір сутек кетіп қалды да, міне NH и CH и COH. Көрдік па? Мынау арада бізде пептидтік байланыс пайда болды. И мына радикалдан просто ештеңе тимей өзінің орнына жазып қоясыңдар. Мына то же самое. Так, CH2 и бензол сақинасы. Бензол сақинасы просто өзінің күйінде өйстіп жазып қоясыңдар. Атын айтқан кезде серил фенилаланин. Көрдіңдер ма? Мынау серин деген жұрнақ, ил деген жұрнақ қосады. Серил и фенилаланин. Осы бізде дипептид алдық. Трипептид ал десе 3 амин қышылын қоса бересің, короче. Жалпы осы бізде трипептид сабағы осымен аяқталды. Сабақ пайдалы болса, біздің YouTube каналымызға тіркеле кетіңіз. Және де химия мен биохимияға байланысты сұрақтар туындайтын болса, мен жекеме шықсаңыздар болады. Дәл қазір осы сабақтан кейін менің жекеме химия немесе биохимия сабағын жазсаңыз, мен сізге тегін сабақ жіберетін боламын. Немесе эфир болса, эфирге қатысуға сендерге мүмкіндік бар. Ал ендеше қош сау болыңыздар.